Біздің елде не үшін апат көбейді деп ойлайсыңдар? Бірінші, ел басқарып отқандар дүние менен малды ғана таниды, Құдайын танымайтындар. Халықты жеуді ғана біледі. Екінші, біздің елде зинақорлық көбейді. Бай қатынына, қатыны байына қиянат жасайды. Үшінші, біздің елде нан көп тасталады. Нанның қадірін білмейтін надандар көбейді. Төртінші, біздің елде өз бала жағасын тастап кетіп жатқан әйелдер көбейді. Өз беліне шыққан балаларын, тіпті шешелер тастап кетіп жатыр балаларды. Бесінші, жетім мен жесірдің ақысын жеп жатқандар көбейді. Жесірді зорлап, жетімді қорлап жатқандар көбейді. Алтыншы, жастарда тәрбие қалмады әзір. Тәрбие жоқ. Үлкен кісілердің бетіне қалып тұрады. Жетінші, туған туысқандар қазір дүниеге таласып жатыр. Бет көрмес болып кетіп барады дүние үшін. Сегізінші, тексіз балдар көбейді бізде. Ойласаң туғандар тегін білмей жүргендер көп. Тоғызыншы, кісінің ақысын жейтіндер көбейді. Жұмысын жасатып, ақысын бермейтіндер көбейді. Оныншы, бала әкеге дауыс көтеріп, келін енеге қол көтеретін болды. Бұл қияметтің 10 белгісі деп ойлаймын өз басым. Елімізде болған апаттардың кесірі, солардың кесірі деп ойлаймын. Ал сіз қалай ойлайсыздар? Дұрыс па?